Бәріңе сәлем, осыдан бірнеше күн бұрын Forbes ең табыс көп табатын бай TMD елінің тиктокерлерінің тізімін жасаған болатын. Міне бүгін мен осы тізім туралы айтатын боламын. Егер қызық болса, лайк басып, арнаға тіркеліп отыра бер. Видео басталмас бұрын мен саған бәрі бар деген арнаны ұсына кетейін. Сілтемесі әрине сипаттамада болады. Бұларны да көптеген қызықты логикалық сұрақтарды таба аласың. Кіріп логикаңды тексеріп қайт. Тізімнің 10-шы орнында 20 жастағы Диана Астер. Ода қазіргі күнде 6,5 миллион жазылушысы бар. Жылына TikToktан табатын табысы 8 миллион теңге. Тізімнің 9-шы орнында Аня Покров. Ол 20 жаста, жазылушылар саны 7,1 миллион. TikToktан табатын табысы 10 миллионнан астам. Келесі 24 жастағы тиктокер Анна Калашник. Жазылушылар саны 4,7 миллион. Бірақ табысы 11 миллионнан астам. Жетінші орында екі қыз Кирилл мен Артем Верзанковтар. Жастары 23-те, TikTokта 6,9 миллион жазылушылары бар, ал табыстары болса 14 миллион теңге. Даня Милохин 18 жаста, тізімнің 6-шы орнында. Жазылушылар саны 8,6 миллион. Табысы 16 миллион теңгеге таяу. 5-ші орында Валя Карнавал. Жасы 18-де, TikToктағы жазылушылар саны 9,1 миллион. Ал TikToктан жылына табатын табысы болса 17 миллион 600 мың теңгедей. Келесі 7,2 миллион жазылушысы бар Юлия Гаврилина. Оның да жасы 18-де, жылдық табысы 18 миллионнан астам. Келесі Алексей Савко 23 жаста, 6,5 миллион жазылушысы бар. TikToктан жылына табатын табысы 26 миллион теңге. Екінші орында өздерін танитын Дина Саева. Оның жасы 21-де, TikToктағы жазылушылар саны 16,4 миллион. 27 миллионға таяу табыс табады. Сонымен ең көп табыс табатын тиктокер. Тізімдегі бірінші орындағы тиктокер Рахим Абрамов. Жасы 22-де. TikToktағы жазылушылар саны 9,5 миллион. Ал TikToktағы табысы болса 57 миллионнан астам. Бұл тізімді Forbes жасады, сол себепті барынша шынайы, барынша нақты деп ойлаймын. Және де өздерің көріп тұрғандай, жазылушылар санына табыстың ешқандай қатысы жоқ. Сонымен қатар менің ютуберлердің табысын есептегенім туралы видеоларды көрген болсаңдар, ол жерде де жазылушылар табысқа әсер етпейді. Ендеше видео ұнаған болса лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпа.